сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Каналға қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп кетсеңіз, алдын ала рахмет. Әкелеріміз айтатын әңгіме. Жастықтың жалыны ұрған, жарға ойнаған лақтай кезін еске алғанда, санаңды сарсаңға салып көңілге мұң ұялай бастаған кездері болып тұрады. Марк Твеннің менің Платон сынды ғашығымдағы айнымай қайталанатын түстердің шырмауына шатылдағандай, қашсаң құтылмас, қусаң жеткізбес, беймазалық жаныңды жабырқатып, ұмыту үшін еске алғаныңа опық жейсің. Әкем Қытайда басталған мәдениет төңкерісінде тауға қарап ұлыған бөрінің бөлтірігі саналып оқудан шығарылып, жастайынан ауыр еңбекке жегіліпті. Көрген қорлығы мен шеккен азабын жыр қылып айтып отыратын. Ұшқан құс құтыла алмайтын құм арасындағы тарым түрмесіндегі 20 жыл өмірі өксіп келген атамыз, бұғаудан босап келген жылы мен туылыппын. Әулетімізге ырыс келген, құт келген жылдың құрметіне азан шақырылған Ырысбек деген есім пақырыңызға бұйырыпты. Түрменің азапты өмірі атамыздың жанына, тәніне салған жарасын аз жылдан соң ажалға айырбастапты. Қағаз бетіне атамызды қиқы-шойқы жазуға дәрежеміз жеткен шақта мен аттас балаларға еліктеп есімімізді Ырысбек деп өрнектегенімде, әкем қабағы ашуға басып кебенек киіп кеткен атаңның кебінге оралмай келгеніне ырымдап қойған атты дұрыс жазудан еріндің бе? Ырыс келді деп Ырысбек қойған, жазған-ау деп томсарып қалатын. Атадан қалған дәулеттің ұстанғанның қолында, тістегеннің аузында кеткеніне де онша іш жимайтын. Бүкіл әулеттің бас көтерер азаматтарын түрмеге тоғытып, мал-мүлкін Қытай олжаған кезден бұрынғы бір оқиғаны ылғи да айтатын. Жүкей ауылы жайлаудың сонысын жеп, күзеулікке көшер алдында қыстар да тізбек-тізбек ауыл үстінен ұшып кететін. Киіз үйде мылтығын майлап, оғын сайлап отырған атаңның сенімді серігі түстікке бет түзеген тырналар керуені шаңырақтың тұсына келгенде не сайтан түртті екен алдыңғысын көздеп масаны басып қалады. Бастаушысы қанаты далбырап жерге құлаған қаз қатар қалықтап бара жатқан тырналар үйма-жүйма бірінің үстіне бірі құлайды. Бүкіл ауыл шу-шырқын болып құстың шуылы зәремді алды. Үлкендер жағы имандарын үйіріп, мылтық кезенген тентектің жағасына жармасты. Ақыры мал айтып сойып, тәңірге тасаттық беріп, құстарды әзер ұзатып салдық. Сол жылы қар қалың жауды. Көктем шыға үдере көшкен ауылдың алдынан Қытай әскері лап қойып көш кері бұрылды. Өмірдің біз ойлап көрмеген тұрғалаң жолы басталды. Әкеміз үнемі қайталап айтып отыратын. Осы әңгімені ести есейген жүрек еді бұл. Шымырлап, сыздап қоятыны бар. Тым әсершіл, құстарды жақсы көреді. Ауылдағы күйбең тіршілікке жегілген әкейдің жұмыстарына қолғабыс тигізуге жараған шақта елбектеп сол кісінің қасында жүруші едік. Жұмахан дейтін досы бар. Егістігіміз бір жерде. Темекіні шеккенде барлық дүние есінен көтеріліп кететін. Бірде Жұмахан, сен осы темекіні қалай шегіп кеттің деп әкем де құтқыруылап қоймап еді. Жүкең темекісін ширатып ұзақ әңгімесін бастап кетті. Жайлауда отырғанымызда қар суымен кеткен біреудің қыл құйрығы біздің үйірге қосылып көздің құртын оятты. Бір күні екі кештің арасында жануарды ақыры алып соқтым. Басын кесіп, жәркеңдеп жатқаным сол еді. Тасырлаған ат тұяғының дүбірі естілді де суыт жүрісті ақсақал қасыма келді. Сәлем беріп атын ұстап үйге түстірдім. Ұрлығымның үстінен түскен қарияны не деп алдаурасатынымды білмей аңтарылып тұрып қалдым. Шалда жеңіл қимылдап қонышынан кездігін суырып көмектесуге ниет танытты. Ақыры бірге жәркемдедік жануарды. Бәйбішем де өрістен қайтқан малды жайғап болып қазан көтерді. Тамақ піскенше шалдың жөн жайымен таныстым. Жылқы жоғалтыпты. Бөгенайынан жаңағы өзі сойған қылқұйрық екендігін сезіп, қылпылдап отырмын. Шалым үндемейді. Ештеме сезбегендей сыңай танытады. Сезбеді десем, жылқының басы
басына ең таңбасына сұқтана қараған қырағы көзді қалай ұмытам. Төре табақ жал мен жая алдымызға келіп ықылас білдіргенде де жүзінен титтей өзгешелік байқалмады. Қиялдай тұрап құмайдай соғады. Тас шайнағандай боп мен отырдым. Түні бойы асқазанымды түйреген мазасыздықтан арыла алмай тұрып кеттім. Шалда оянып намазын оқып аттануға қам жасады. Кетерінде аты жөнін, тұратын ауылын тағы бір қайталап айтып кете барды. Аңырап мен қалдым. Жанында иектеген беймазалықтан арыла алмаған соң бір жорғаны жетекке алып шалдың ауылына тарттым. Жетекті белдеуге байлап сәлем беріп үйге кірдім. Ақсақал ширақ қимылдап бәйек боп жатыр. Шай ішілді, әңгіме айтылды, бірақ сойылған жылқы туралы мен де шал да жақ кірісін ашпадық. Аттанып кеттім. Жол бойы кеңсірігім ашып, өмірі шекпеген темекі деген пәле ойымды бөле берді. Тауып шектім. Ішім кеңігендей сезіндім. Сол күйі қалтадан тастамайтын болдық қой бұл боқты. Әй, сол шалдың кісілігі есіме түссе, өзімнен өзім ұялам. Осыны жазып отырған мен де темекі шегіп отырмын. Қашан, қайда, не үшін шеккенімді есіме түсіре алмадым. Біздікі сол асқынған нәпсінің желігі билеген жаман ғадетіміз ғой, тыйым сала алмайтын әлсіздік екенін мойындауға мойнымыз жар бермейтін құлықсыздық қой. Ортамда солай, несін жасырайын, нәпсіні бағындыруға ешкімге кешірімге үйренбегенбіз ғой. Шырылдаған қазақ жанының сұлулығы өмірге келіп кеткенін ешкім сезбейтін қарапайым жандардың кеудесінде бұлқынып жүретін екен ғой. Мен оны атағы шыққан жазушы немесе ақын, басқада тұлғаларда ғана болатын асыл қасиет шығар деп ойлайтынмын. Оңбай қателескенімді кейде сезем. Қазақтың тоң жүрмеген даласында бір-біріне қаламдарынан қарғыс жаудырып, кісілік танытуға жүректері дауламайтын соларды қойшы дегім келеді. Олардікі де көркем шығармада ғана өмір сүретін, ойдан жасап алған әдемі кейіпкерлермен жұртты алдайтын сауатты қулық секілді. Шалдан тізерлеп тұрып кешірім сұрағым келеді. Кешіре алса. Каналға тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіз. Рахмет, сау болыңыздар.